Баршаңызға сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сатылымға өткізуге болатын булочкалар дайындайтын боламыз. Сондай-ақ каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен 200 грамм жылы сүтімізге 200 грамм жылы су құятын боламыз. Үстінен 150 грамм қант саламыз. Және де 1 шай қасық тұз, 80 грамм ертілген сары май қосып, жақсылап араластырамыз. Үстінен 1 ас қасық ашытқымызды салып, араластыратын боламыз. Бетін жауып, жылы жерге 10 минутқа қойып аламыз. Міне біздің массамыздың бетінде осындай көбіктер пайда болады. Енді шамамен 900-950 граммдай ұн қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз жұп-жұмсақ болу үшін ұнды аз-аздан қосып отырамыз. Қамыр илеп жатқанда соңында азырақ май қосып жіберсек, қамырымыз жұп-жұмсақ болып иленетін болады. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қоямыз. Міне енді қамырымыз көтерілді. Азырақ ұн сеуіп, ұн пайдалансақ болады. Енді қамырымызды 90 немесе 100 граммнан бөліп дайындап аламыз. Қамырды дәл видеодағыдай дөңгелектеп аламыз. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан қолға аздап жабысады, сол себептен ұн қолдануға болады. Егер дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, бізде 15 булочка шығады. Оны 2 еселеп, 3 еселеп жасай берулеріңізге болады. Қамырға аздап май жағып, 4 бұрышты етіп, қамыр жаятын боламыз. Енді қамырдың бетіне қант сеуіп, дәл видеодағыдай орайтын боламыз. Қамырдың шетін жақсылап бекітеміз. Ол ажырап кетпеуі керек, немесе формамыз бұзылып кетеді. Булочкаларымызды майланған табаға немесе пергамент қағаз төселген табамызға қойып аламыз, жайғастырып. Енді бетін пакетпен жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Міне қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді бетіне жұмыртқа мен сүтті араластырып жағып шығамыз, және де бетіне қант себеміз. Булочкаларымызды 190 градуста шамамен 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Сатылымға арналған булочкаларымыз дайын. Видео ұнаған болса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен болған Перизат, астарыңыз дәмді болсын.